жазабыз. Шығарманың тақырыбы «Мен өскенде кім боламын» деп аталады. Дәптерімізді ашып, бәріміз тақырыпты жазайық. Бүгінгінің балалары ертегіден я болмаса шетелдік қым-қуыт фильмнің кейіпкерін қаһарман тұтпайды. Туған жерін қадірлеген, еліне жәрдем етуге аянбаған, бұқараның алғысына бөленген азаматты аға тұтады. Бала көңіл қиырдағы Қараша ауылына жасалып жатқан қамқорлықты өз ет жүрегімен сезеді. Жақсы жанның жылуын өзінше аңғарып, өзінше қабылдайды. Ауылнан алысқа ұзап шықпаған жас өркен өзі еліктеген ағасының Ақсуатына деген айнымас сезімін түсінеді. Сондықтан да сонау Алматыдан кеп, ел ішіне сәуле төккен ағасына ұқсап баққысы келеді. Біз Дулат екеуміз міне осы мектепте 5-ші класстан 8-ші классқа дейін бірге оқыдық. Дулат өзі алғыр, білімді жігіт еді. 8-ші класстан бастап ол Алматы қаласына көшіп кетті. Сол жақтан оқып тәмамдады. Бала күнінен жәнегі ортада бәріміздің басымызды қосып, жәнегі ұйымдастырушы мектептегі 5-3 жыл 8-ші класс аралығында бір осы мектепте оқыдық екенбіз. Жүріңіздер, кірейік. Міне мектебіміз сол қалпында, сол кездегі балалық шағымыздың өткен қалпында тұр. Дулат екеуміздің асыр салып ойнаған жерлеріміз, қаншама қызықтар өтті балалық шағымызда. Ойнадық, күлдік осы жерде. Міне әлімге күнге дейін қанша алыс жерде жүрсе, Дулат екеуміз және осы мектеп оқыған класстастармен ауылдағы қарым-қатынасын үзбеді. Мектепте оқып алыста жүрсе де осы бізді сағынып, әрдайым жыл сайын бізге келіп, өзінің бір уақытын бөліп, балалық кезінен бастап бізбен бірге ойнап күліп кетеді. Осы мектептің қабырғасына келіп, осы жерге келіп, мен оқыдым, жеттім осы жақтан деп. Дулаттың атасы Құлбай Ақсақал. Арғаталы Айдыжбек биден қалған үлкен шежірелі би сұлтан аталы аруақты атаның ұрпақтары болатын. Қызыл коммунистер сұлтан би Қытаймен байланысы бар деп Құлбай Ақсақалдың ауылын келіп шауып кетеді. Сонда бұл Ақсақал 7-8 жастағы кішкентай бала пештің ішіне кіріп кеп аман қалған. Содан тірі келіп, арғы беттен өтіп, ел келгенде келіп, еңбек етіп жүріп, бала тәрбиелеп өсіріп жүреді. Өте сауатты, білімді адам болатын. Сөйтіп жүрген кезде арыз жазам қонайып, иманға бет бұрайық. Ақсуат пен Жыданға 2 мешіт салайық деп Қонаевқа хат жазып, үлкен су шыққан. Сол кезде Дулаттың әкесі Тұрсын 6-7 сынып оқушы болатын. Мен мұғаліммен бірталай айғай су шыққан. Жыдан деп отырғанымыз қазірге екпін. Жыданов. 2007 жылы Дулат осы ауылдан мешіт салсақ жақсы болар еді деп 2007 жылы айтқан. Сол айтылды да, ол кез 25 жасында ол айтылды, сол мешітті 2009 жылы салып шықты. Ақсуаттың орталығында бір мешіт қана бар ғой, бір мешіт азырақ болады. Ақсуатқа бір мешіт салайын депші. Мешіт сол басталды 2014 жылы Ақсуат мешіті қазіргі орталық мешіт. Сол басталған кезде айтқан, Алла берсе, Алла бұйырса, Құдай қуат берсе, Семейдегі тұрып қалған мешіт салсақ, болашақта бастасақ, қояншық болар еді дегенде.
жасап берген Дулат ағамызға рахмет. Көшелердің түгелін асфальттады. Ұзынан ұзақ көшені асфальттады. Биылғы жылы тағы да анау айналма жолдың түгелін асфальттап, мектепке шейін жасап берген бе деп отыр. Сондықтан енді бұл кісілердің жасап жатқан жұмыстары өте үлкен. Жаңағы осы Тастекеев әулеттері үлкен жұмыс жасап жатыр. Біз осы әулетпен мақтанамыз. Туған жер қандай көркем, мөлдір екен желегі. Желмен ойнап желбіреген, аралап күндіз түні жүрсем дағы таншымай. Оған тарбағатай сағынған кезде осылай Алатаудың, Тянь-Шаньның баурайына келіп, туған жерге деген сағынышты да мауқын басатын уақыттар болып тұрады. Біздің кейіпкеріміз тоқыраулы 90-шы жылдың ұрпағы. Тозған ауыл, үдере қалаға қарай көшкен жұрт. Осы бір сүреңсіз сурет бала Дулаттың жас көңіліне қылау түсірді. Алаңсыз балалығымен ерте қош айтыстырып, есейтті. Ойлантты, бірақ жасытпады. Ширатты, жігерлендірді. Ауылда өскен кезде, біздің ауылда өскен балаларға қала өмірі, қаланың келбеті, қаладағы тіршілік ауылдың адамдарына бір бөтен, жат сияқты болып көрінеді. Енді бұның барлығы сол кеңес дәуіріндегі жалпы қазақтарды ауылдарға шоғырландырып, жалпы Қазақстанды мал шаруашылығымен айналысатын белгілі бір үлкен астананың, үлкен орталықтың нақты ауыл шаруашылық өнімдерін, тауарларын өндіріп тұратын өндіріс көзі донор ретінде қарастырылған идеологияның бар екенін жоққа шығарылмаймыз. Сондықтан да осы арадағы тепе-теңдіктің болмауы шынымен де өзінің уақытында көрінісін берді. Сөйтіп қалаға келген кезде бізге бір таңсық өмір, бөтен өмір басталды. Ол алақандай жүрегінде туған ауылын, жусанды қырын, суын, барқыт белді тарбағатайын аялады. Бәлкім бала махаббатымен жылытқысы келді. Маңайына шарапатын төге білген Тастекей атасының сапарын жалғаған ұл қайтып ораларын білді. Біздің аталарымыз Тастекейден бастап, Тастекей менің атам, Дулаттың атасының атасы. Ол кісі сол кезде Тарбағатай өңірінде сауда жасаған саудагер кісі болған. Ол кісі өте бай дәулетті адам болған. Ол кісі ерте қайтыс болған. Ол кісі өте бай дәулет. Сол кезде біздің Тарбағатай Қаратауда сауда жасаған Тастекей атамыз болыпты. Ол кісі сондай өзі кең жомарт адам болған деп айтады. Ол кісі сонда жай қарапайым адамдарға оның шай беру үшін ол кісі сонда Ресеймен сауда жасаған екен. Сол кезде қазақтың бұл сөйлегеннен бұрын кезде сонда елге кедей-кепшік адамдарға сауда жасап алғысы келгенде сонда сенің мына сиырың буаз екен, кейін соның бұзауын туғанда бересің деп соған бір қарызға береді екен. Қойың буаз екен, қозыны сонда Тастекей қызыл қозы мен қызыл бұзау сауда жасайды деп шыққан екен. Сонда аңыз бар. Тастекей атамыз сол ертеден сол ауылдың саудагері болыпты. Менің ол кезде совет үкіметі кез болса да, менің сонда шешем айтып отырмын, сенің аталарында сауда бар, неге сендерге сауда жағады деп. Ол кезде совет үкіметі бизнес деген сөз жоқ, саудагер деген ол кезде ұят, спекуляция деген заң болды. Бірақ сонда шешем айтып отырмын, сендер аталарың саудагер болған, сендер сауда жағады деп. Сол айтқандай, бұл тектен деген осыдан шығатын шығар. Сол тегіміз осы бала-шаға қонады деп айтады. Сол Құдайға шүкір, Дулатқа, балалардың рахатына, бәрін осы сауда қонып жатқанына тәуба дейміз. Баланың бәрі бірдей ғой, енді Құдайға шүкір, енді рахатымда, Дулатымда бірінен бір екеуі де тең өсті. Өздерінің Алланың берген қабілеті шығар. Мектептерін жақсы оқып, тәрбиелеп, бұлардың ешқандай бұзық қасиетімен осы балаларым екеуіне де бір
сізге келіп қол тигізіп көрмеппін. Өздері сол Құдай берген несімен тәрбиемен өсті. Семей. Бала Дулат алғаш көрген қара ертіс бойындағы қарт қала ғой бұл. Абай, Әлихан, Мұхтар сынды ұлттың аса аялы тұлғаларының ізі қалған құтты мекен. Жүсіпбектің әні шырқалған, ұлы ақын Қасым білім алған. Қысқасы, шежіреші Бекен Ақсақалдың тілімен айтқанда, ұлылар мекені ғой. Қазақтың рухани әкесіне арналған Абайдың 175 жылдығында ұлтын ардақтаған ұлдың өз тартуы болуы да заңды. Жалпы Қазақстанның мәдени астанасы болып тұрған Семейдегі бір рухани, қазақтарға, мұсылмандарға арналған бір рухани орталықтың, қаланың көркі болатын ғимараттың болуы мен үшін, жалпы қазақтың баласы үшін, сол Семейдің тумасы үшін, сол Семейді ерекше бір жақсы көретін азамат үшін, мен үшін бұл бір шарт болды, мен үшін бір серт болды, мен үшін бір шақыру болды. Сондықтан да осы нәрсені жанұямызбен, әке-шешемізбен ақылдасып, компанияның күшін, жалпы компанияның табысының біраз бөлігін осы жаққа бұрайық деген шешімге келдік. Құдайға шүкір, ол жұмысымыз қазіргі уақытта қарқынды жүріп жатыр. Сондықтан да негізгі ниет сол туған жерге тағзым, туған жерге туды тігу, шынайы кіндігіміздің қанның тамған жеріне маңдайымыздың тері де біраз тамсын деген ниетпен осы құрылысты бастаған болатынбыз. Ақсуат деген бұл қазақ ақын келсе ауылына, астына ат мінгізіп үстіне шапан жабады. Қалай айтпай кетейін, бәрімізді жидырған Дулаттайын ағаны. Осы кезде халықта Дулат деген ағама бір шапалағын соғады. Ақсуаттың айтысы деген айтыс болады. 4 жыл, 5 жыл өтті. Соны бірыңғай өз мойнына алып, туған жерге туыңды тік деген ұранменен алдына апарып, аламан айтыстарды жасап жүрген, ақындарды қолдап жүрген Дулаттың еңбегі ерекше. Мынау жеке айтыскер ақындарға жүлдеден тысқары Ақсуат айтысының стипендиясы деген бар. Жыл сайын бір ақынға сол 1,5 миллион, 2 миллион, 2,5 миллион көлемінде ай сайын алып тұратын стипендия тағайындап. Мұның барлығы сол өзі ұлтымның өнері өрге шықса екен, сағы сынбас екен, ешкімді алақан жаймас екен деген жомарт жүректің, парасат пайымның көрінісі. Алтын домбырада айтыс біткеннен кейін Дулат ағамыз сахнаға шығып, осы Оралда Бауыржан Шермедин дейтін азамат бар. Сол азаматтың бір ауыз сөзі маған өте қатты әсер етіп еді. Адамның кіндік қаны тамған жерге адамның маңдайының тері де таму керек деген сөзі осы Бауыржан бауырымыздың маған өміріме үлгі, менің ұстанымым осындай. Мен де сол осы кіндік қаным тамған жерге маңдайымның терін тамызып қызмет етіп жатырмын. Сол бауырымның бір ауыз сөзде осы бір істі атқаруыма үлкен әсер етіп еді деп, Бауыржан сахнаға шығарып ат мінгізіп стипендия тағайындап, бір жылға айына 200 мың теңгеден стипендия тағайындап берген болатын. Сол бұл айналып келіп қараған кезде Дулат ағамыздың қазақтың қара сөзінің әдемі тауып айтқан теңеуіне өзінің жүрегімен қабылдайтыны, шын сенетіні және сондай жақсы теңеуді адамның жүрегіне жеткізе алған ақындарға құрметпен қарап, ат мінгізіп жаңағы айлық төлеп атқаны енді азаматтық деп есептейді. Қолыңдағыны бөлісу, барыңды ортаға қою, асылы жомарттық баршылықтан тумаса керек. Ол бір жаратқанның берген қасиеті, ата мен ана бойынан да дарса керек. Қазақтағы бірде берген жомарт емес, алған жомарт демеуші ме еді? Қайырымдылық жасау, біреуге көмектесу, жанашырлық білдіру адамның бойындағы қызғаныш сезімін жеңуге үлкен көмегін жасайды. Себебі қолындағы 100 теңгесі бар адам соның белгілі бір бөлігін өзіне жаратудың орнына, өзіне жұмсаудың орнына басқа біреуге қамқорлыққа, көмекке, қайырымдылыққа беруді үйренетін болса, соған өзінің бойын, денесін, етін үйрететін болса, онда яғни әрбір жасалған қадам, әрбір жасалған қайырымдылық, әрбір жасалған меценаттық құбылыстар, процесстер адамның бойындағы қызғаныш
деген жаман сезімді жеңуге мейлінше көмегін тигізеді. Аграрлық салаға икемді қазақ баласының мемлекет үшін аса маңызды қаржы саласында жүргені кемде кем. Банк экономиканың сан қатпарына үңіліп, күнделікті өзін жетілдіруге, алыс жақын шетелден білім алып келуден шаршамаған қажырына сүйсінесің. So let's talk about some words about Harvard, because I think that could you say something about how should I behave myself to my preparation for getting admission or something like this? About Harvard? Yeah. At the moment, Task Group is a very successful company in Kazakhstan, maybe Central Asia. But in the future, Dulat wants to make it a global company. So he needs the global language, which today, the main global language, international language is English. So this is another reason that he has really dedicated himself to learning English. And it will help him expand the group. As I say, he helps many people. He's a philanthropist. So his work in that area will also go out beyond Kazakhstan. And I wish him all the best. Оқу іздену не үшін керек? Оқу іздену қатардан қалып қалмау үшін керек. Адам немесе алдыға жүреді, немесе артқа қарай жүреді. Бір орында тоқтап тұру деген мүмкін емес. Сондықтан да алдыға жүру, даму деген адамның өзінің тұла бойында бар болатын болса, адам іздене беру керек. Іздене берген сайын адамның білімі де, адамның рухани өсуі де, адамның кәсіби өсуі де, біліктілігінің де дамуы жалғасын таба береді. Ал ол біліктілік, кәсібилік өзінің жалғасын таба бермейтін болса, онда ешқандай да мысалы үшін компанияның, адамның өзінің дамуы болмайды. Сондықтан да менде қазіргі таңда 6 дипломым бар екен, 5 жоғарғы оқу орнында оқыған екем. Бұның барлығы нақты шындық. Кейбір адамдарға бұл мысалы үшін түкке тұрмайтын сан болуы мүмкін. Себебі бұдан да көп оқыған азаматтар бар өмірде. Ал кейбір азаматтар үшін бір жоғарғы оқу орнын тамамдап бітірудің өзі бір үлкен қиямет күш сияқты болып көрінеді. Сондықтан да бұл бәрі салыстырмалы түрде Эйнштейннің теориясындағы сияқты. Ал енді келесіде мысалы үшін жоспарлап отырған Америка құрама штаттарындағы жалпы әлемдегі ең абыройлы бизнес мектептерінің бірі Гарвард мектебіне барып оқысам деген қазіргі таңдағы ниетім, тілегім, жоспарым бар. Тіпті арманым болған нәрсе ол. Әлде арман шығар, әлде орындалмағаннан кейін. Бірақ та бұл қойылған арманды мақсатты жоспарға айландырып жүзеге асырмаса, адамның толыққанды өзінің қанағаттануы болмайды. Дулат енді жас кезінен бастап өте білімге құштар азамат, өз-өзіне талап қоя білетін, және сол қойған арман мақсаттарының бәріне тырмысып жетіп келе жатқан азамат. Физика, математика сол салаларға жақын болды. Дулат сол мектепте ең үздік оқушылардың бірі болды. Әрдайым ортаның лидері, ортаның. Енді Дулат екеміз мектеп-интернатты бірге бітірдік. Мектептен кейін Москвада Московская школа управления дейді, Сколковода бірге оқығанбыз. Оның ақылымен де, кеңесімен де қанша адамға мен көріп жүрмін, куәсі болып, ақыл кеңесін беріп, нақты бағыт-бағдарын бөлісіп жүрді ақыл кеңесімен. Осындай бұның бәрі осы моральный, әрине ең бірінші білімі, оның ең осы білімді ары қарай сөз бен істі сабақтастыруы, алдыға қойған мақсатына жете білуі, өзінің бір қайтпас мықты шынайы мінезі бар. Өз басына тоқтайтын болсақ, өзі қалай айтсақ болады, өмірін ғылымға арнаған,
күнделікті өнегесін білімге арнаған, осының ғылым мен білімді, ол тәжірибені бәрін жанашырлықты, осының бәрін бір-біріне бір ұштастырып жүрген, жұмыстың нәтижесін көріп, содан марқайып, халықтың батасын алып, елдің сүйіктісіне айланып, осының бәрін бірге бір тоғыстырып жүрген азамат қой. Жалпы салауатты өмір салты, тәні саудың жаны сау деген сөздерді естіп жатамыз ғой. Енді дене шынықтырумен айналысу, физикалық мәдениет деген кез келген адамның өмірде энергиясының толыққанды болуын қамтамасыз етеді. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Батыржан қалай? Жақсы, Аллаға шүкір. Жағдай қалай? Аманшылық па? Жақсы, аманшылық. Дайындық болып отыр ма? Келесі жекпе-жек қашан болады? Дайындық бұйырса қазір дайындалып отырмыз. Келесі жекпе-жектің уақыты белгісіз. Қазір күтіп отырмыз промоутердан. Келесі жекпе-жектің қай жерде болады, қашан болады, сол жағы. Карантиннің бітуіне байланысты бар ғой. Иә, соған байланысты. Басты өздерің дайын жүрсіңдер болды ғой. Енді күнделікті. Көріп тұр дайын жүргендер. Молодцы. Енді қолға түсе бермейтін қазақтың чемпионы, даңқ тобымыз Батыр Жүкенбаевты залда кездестіріп қалу бағы бүгін бұйырып тұр екен. Бүгін Батыржан өзінен бір-екі сабақ алып мастер-класс алсақ қалай қарайсың? Болды, әрине. Бүгін енді ағамыздың да күнделік жасап жүрген өзіңіздің де бабыңызды, дайындығыңызды көреміз енді. Шындаймыз деген ойдамыз бұйырса. Өзіңе қарсы тұрып келген біраз жүректілікті талап етеді. Көрейік біраз. Болды. Біз дайынбыз. Кеттік онда. Кеттік. Жүріңіз. Енді спортпен кәсіби түрде шұғылданбасақ та, қыс кезінде шаңғы тебеміз, жаз кезінде гольф ойнаймыз. Ал енді қолымыз тиіп жатса, уақыт тауып, аптасына бір-екі рет осындай залдарға келіп, спортпен айланысқанда жөн көреміз. Мынау өздеріңіз көріп тұрсыздар, қазіргі уақытта бокске бір көңіл бөліп жүрміз, себебі боксты бала күннен жақсы көргенбіз. Өзіміздің Қазақстанның атынан, қазақ жігіттерінің атынан әлемдік аренада атой салып жүрген азаматтарға жанкүйер болып, қолдан келгенше қолдау көрсетіп отыратын сәттеріміз бар. Ал енді жалпы бокстың өзінше ерекшелігі, бокс дегеніміз бәсеке ғой. Бокста сен немесе жеңілесің, немесе жеңесің. Сондықтан да кәсіпте болсын, жұмыста болсын, әрдайым бәсекеге түсетін болғандықтан, бокс жалпы өмірдің бір шыңдарын, белестерін көрсететін спорттың түріне жатады деп санаймын. Сондықтан да өзім қазіргі уақытта қолымнан келгенше осы боксқа уақыт бөлуді жөн көріп жүрмін. Елімізде елім жерім дейтін осындай ағаларымыз көп болсын. Енді спорт дейміз, бизнес дейміз, әрбір салада мен ойлаймын, әркім өз саласында үздік болғаны өте жақсы. Сондықтан да бұл кісі өз саласында ең үздік кісілердің бірі деп санаймын. Сондықтан да әр саладағы ағаларымыз, бауырларымыз бір-біріне қамқор болып жүрсе, ол жақсы ғой негізінде. Сол көптеген бұл кісінің ізгі игі амалдарын естіп жатамыз. Қуаныштымын. Қазақша күрес тек қана спорттың бір түрі ғана емес. Ұлттың құндылығы, сатылмас байлығы. Ұлы далада өткен балуан бабалардан қалған асыл мұра. Қазақша күресті ардақтау, ұлттық қазынаның қадірін білу. Жанкүйер ғана болып қана қоймай, ғажап қазақ күресінің өнер екенін түсінген Дулат Тұрсынұлының дүние жүзі Қазақ күресі федерациясының вице-президенті болуы да кездейсоқ емес. Құлағымыз жасатқан осы жерде азаматтар Тасекеев, Дулат ағамыз бар. Барлығы осы қазақ күресін аспандатып, осы жерде қаншама еңбектеніп жатыр. Енді осыдан кейін де, бұл келесі жылда әлі болады, бірақ енді осыдан кейін де бұл жерден Қазақстан барыстары, әлем барыстары, әлем чемпионы, олимпиада чемпиондары шығады деген
үміттеймін. Өйткені бұл шараның өзі кешегі жаңағы осы ұйымдастырып жатқан азаматтардың еңбектері ақталады. Ол деген елге деген еңбегі, өзінің туған жеріне деген жанашырлығы. Енді біз алғыс айтамыз бұл кісілерге. Жазғы тұры Алтаймен ұштасқан Тарбағатай ажарлана түседі. Қойны мен қоншынындағы байлығын жомарт жер адам баласына тарту етеді. Асқақ тастау шыңы алыстан қол бұлғаса, үржар өзені мөлдіреп төмен қарай ағады. Әсілі перзент туған жеріне де тартады ау. Дариғай, баласы даласынан қалай ғана аумай қалған-ай дейсің таңданып. Адам өзінің болашағын бағдарлап болжап көрген дұрыс. Аманшылық болса, Алла тағала жазып берсе, кемеліне келіп қалған, жалпы әлемге қазақ бизнесін таныта алған, басында айтып өткен қазақ кәсіпкерінің, қазақ бизнесінің белгілі бір феноменін қалыптастырған, басқа жастармен қоян қолтық қарым-қатынаста болып, осы өмірдегі тәжірибесін бөлісе білетін, осы бағыттағы жұмысын жалғастыра беретін, жалпы Қазақстанның қаржы нарығын дұрыс қалыптасуына, өзгеруіне, халыққа жақын болуына әсерін тигізген, оны нақты іспен дәлелдеген азаматтың бірі болу керек деп ойлаймын. Азамат ердің баласы, өз жайын өз айтар анық. Бірақ біз бұл фильмде бір бала құсап баққысы келген Арда ұл жайлы бір лепес сөз білдіруді жөн көрдік. Бір баланың арманына қанат бітірген ағаның, мың баланың шырағын жағары хақ